алқасы мен қонақтарды таныстыруға рұқсат етіңіздер. Технологиясының Жамбыл облысы бойынша модераторы Мұхтарова Есенгүл Мұхтарқызы. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті, филология институты, жалпы тіл білімі кафедрасының аға оқытушысы Ситалиева Қарлығаш Оранқызы. Астана қаласы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының инновациялық әдістемелік қамтамасыз ету бөлімінің бас маманы Бектұрова Зілиха Қапарқызы. Астана қаласы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институтының аға оқытушысы Баяндина Зәмзәгүл Қаршығақызы. Алматы қаласы нөмірі 98-ші жалпы білім беретін мектептің директоры Найзабекова Динара Амуркуловна. Алматы облысы Талғар ауданы нөмірі 49-ші жалпы білім беретін орта мектептің директоры Асанова Алмагүл Махамбетярқызы. Жезқазған қаласындағы нөмірі 1-ші орта мектебінің директорының орынбасары Әбілдаева Жанаргүл Мағаданқызы. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің оқытушысы, Хабар телеарнасының продюсері Алма Сайлауқызы. Сақшы газетінің бас редакторы Әбілжанова Бану Рахымжанқызы. Астана қаласы білім басқармасының әдістемелік кабинетінің әдіскері Нұғман Ақмоншақ Нұртазақызы. Астана қаласы нөмірі 55-ші жалпы білім беретін орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Молдағалиева Жанар Шүкірәлиқызы. Астана қаласы нөмірі 63-ші жалпы білім беретін орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Жаугина Қыдыргүл Молдағалиқызы. Жезқазған қаласындағы нөмір 1-ші орта мектебінің математика пәнінің мұғалімі Кудинова Балгупа Амангелдіқызы. Жезқазған қаласында нөмір 1-ші орта мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Смағұлова Сандуғаш Жеңісқызы. Жезқазған қаласындағы нөмір 1-ші орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Жанбердаева Жұмағүл Төленбайқызы. Астана қаласы нөмір 8-ші жалпы білім беретін орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Аймақова Айгүл Сұлтанбекқызы. Астана қаласы нөмір 8-ші жалпы білім беретін орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Мұғашева Зәуре Көпейқызы. Астана қаласы нөмір 8-ші жалпы білім беретін орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Дәулетжанова Гүлмира Кеңесқызы. Сіздерге қош келдіңіздер дей отырып, құрметті қауым, жұмысымызды әрі қарай жалғастырайық. Кешенді оқыту технологиясының жанашыры қонағымыз Қазақстан Республикасы Кіші ғылым академиясының вице-президенті Грекова Наталья Ивановнаны ортаға шақырамыз. Добрый день, уважаемые участники, наша самая большая надежда. И учителя, которые вас готовят, и гости, всех вас от имени Президиума Малой академии наук Республики Казахстан и его президента Купчишина Анатолия Ивановича поздравляю с этим большим праздником. Это необычный праздник, ребята. Вы сейчас покажете все, что вы умеете, чему вы научились. Всем
очень хотят увидеть, какие вы умные, какие вы многознающие, как вы хотите быть такими хорошими гражданами нашего замечательного государства. И с этим я вас поздравляю. Вообще хочу сказать, ребята, ведь только тогда народ существует, когда у него есть язык, свой язык. А казахский язык, он такой красивый. А ведь мы пользуемся бытовым языком. А вы изучаете литературный. Вы умеете читать стихи, вы умеете понимать язык. Вы будете нести самую высокую культуру, которая только есть у казахского народа. И поэтому все надежды на вас, ребята, тех, кто несет культуру языка. Особо хочу от всех нас, от Малой академии наук, от всех, кто там работает по технологии, вашего учителя, потому что выше звания учителя вообще на земле нет. А у вас вот какой учитель замечательный. Посмотрите, как много вас, а на всех вас, это только здесь собрались, а сколько не собралось. И поэтому громадное спасибо. Нурша, я вас очень поздравляю с тем, что в Астане через 3 года такое громадное количество детей, которые хотят знать и изучать язык. Ко всем обращаюсь и всех прошу, ведь мы все граждане громадного государства, которое так хорошо поднимается. Педагоги, учителя, пожалуйста, не забывайте свой гражданский долг. Вы растите граждан, и от того, какими они будут, будет таким наше государство. А значит, если вас так много, а их во сколько раз больше, чем вас, значит, наше государство никогда не упадет, но вы подниматься выше, выше, выше. Я вас еще раз от всех поздравляю. Сатлай кешегде оқыту технологиясынан Жамбыл облысы бойынша модераторы Мұхтарова Есенгүл Мұхтарқызына құттықтау сөз кезегін береміз. Құрметті бүгін мерекеге келіп отырған ата-аналар, білім алушылар және ұстаздар, бүгінгі мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Қарап отырсақ, былтырмен салыстырғанда биылғы 15-ші республикалық олимпиадаға 2 есе көп бала қатысты. Бұл өте қуанышты. Бұл нені дәлелдейді? Бұл біздің Нұрша Алжанбайқызының технологиясының өміршең екендігін, үлкен сұранысқа ие болып жатқандығын, балалардың білім алуға қызығушылығын артқандығын көрсетеді деп мен ойлап тұрмын қазір. Ал енді қымбатты Нұрша Алжанбайқызы, сіз ылғи айтушы едіңіз, сізбен жұмыс істегелі 10 шақты жылдың көлемінде болды. Сатлай кешенді оқыту сіздің бір балаңыз деп жүрегіңізді жарып шыққан. Бүгін үлкен толқыныста отырған шығарсыз деп мен ойлаймын. Мерекеңіз қымбат Нұрша, шын жүректен құтты болсын. Сізге зор денсаулық тілеймін. Сізге ұзақ ғұмыр тілеймін. Сіздің технологияңыз өте заманауи технология. Мен зейнеткер ұстазбын, 7 жыл болды пенсияға шыққаныма, бірақ қимаймын мына технологияны. Енді елдің баласын оқытып бітті, мен немерелерімді әке ғана жалғыз тұрмын, интеллектуалдық ойын қалып деп жеке қатысады. Ал бала көрген 3 жылдан бері барамын дейді. Аға мен алып барыңыз дейді. Қалай бала қызығып тұрса, бала барғысы келіп тұрса, оны тоқтатасыз. Міне осындай себеппен мен сіздердің орталарыңызға келіп тұрмын. Ал енді бүгінгі мерекеміз, бүгінгі форумымыз өте жоғарғы деңгейде өтуіне тілектеспін. Ал балалар, сендерге бүгін жеңіс тілеймін, табыс тілеймін, тамаша. Сендер білім жұлдыздарысыңдар. Қарашы,
бәрінің көздерін жайнап тұр. Бәріне жеңіс тілеймін, бәріне табыс тілеймін. Ұстаздың еңбегі, қызығы мен қиыншылығы қатар жүреді әр уақытта. Міне, бүгін соның қызығын көресіздер, рахатын көресіздер, нәтижелерімізді көресіздер. Бұдан бір ғасыр бұрын біздің Мағжан ағамыз айтып кеткен екен. Алты алаштың баласы бас қосса, төр ұстаздікі деп. Орындарыңыз әр уақытта төр болсын. Мен 40 жыл ұстазым, сіздерге тілегі мына тамаша ұстаздарға. Оңай емес баланы оқыту. Мынандай білім беру. Ылғи орындарыңыз төр болсын, табыстарыңыз мол болсын, шыққан биіктеріңіз, асуларыңыз көп болсын. Мен кішкене толқып қалдым Нұрша. Айтпай, толқып қалдым кішкене. Айтпай берді кішкене, айтып қойса болады еді. Ой жинақтап тұратын. Ал енді кешке дейін бүгін жұмыс істейміз. Бүгінгі жұмыстарыңызға табыс, сәттілік тілеймін. Рахмет. Нұршал Жанбайқызың айтқаныңыз, ұстаздарға айтқан керемет сөздеріңіз періштен құлағына шалынсын, әумин дейміз. Рахмет сізге. Қазақ тілі қазақтың ана тілі. Бірақ оған адам аз бабасы етін. Қазақ тілі қазақтың дара тілі. Кейбіреулер түсінбес қасиетін. Құрметті олимпиадаға қатысушы оқушылары мен жетекшілері. Пән бойынша олимпиада бөлінген кабинеттерде өткізіледі. Сондықтан көрсетілген кабинеттерге баруларыңыз сұралады. Туған тілім, бала тілім, өз тілім. Туған тілім, ана тілім, өз тілім. Туған тілім, дала тілім, өз тілім. Туған тілім, адам тілім, өз тілім демекші. Бүгінгі зерделі зерек дарынды тұлғаларымыз атты интеллектуалды ойынымызды бастаймыз. Ендеше бүгінгі ойынымыздың шарттарымен таныстырып өтейін. Бірінші кезекте үй тапсырмасын қорғау, екінші кезек жүйрік болса озып көр, үшінші кезек дарындылар додасы. Ендеше бүгінгі сіздердің бәйгедегі қосылғалы отырған сіздердің бүгінгі бағалайтын әділқазылар алқасын таныстырып кетейін. Қасымбекова Қаламқас, Абилова Жаңагүл, Ғалиева Майра, Бадырова Светлана. Жақсы балалар, ендеше біз бірінші кезек үй тапсырмасын қорғау және де есі. Алдын ала сіздерге тапсырма берілген. Естелеріңіз дайын болса, қазылар алқасына берсеңіздер болады. Және де менің қиялымдағы мектеп, Шоқан Уәлихан көрнекті ғалым, естелердің тақырыбы Шоқан болған жерлерде саяхат жасау. Және Ыбырай аңсаған ұлттық мектеп. Бірінші кезек балалар қай топ бастайды? Ендеше сіздерден бастайық. Бұл мектептің негізі біз өзіміз фантазиямызбен шығарғанбыз. Бұл мектептің төбесінде 8 бұрыш орналасқан. Себебі 8 бұрыш мұсылмандықтың белгісі. Бұл мектеп өзі 3 қабатты. Себебі біздің қазақ халқында 3-ті киелі сан деп санаған. Сонда бұл мектептің түсі ақылықтың, ақты сол қазақтың тактиктің белгісі ретінде біз мектептің түсін ақ түспен жасады. Үш жүздің найзасы деп есептелінеді. Бұл 300-дің бірлестігі деген мағынаны білдіреді. Мектебіміздің 3 қабаттан тұрғаны біздің қазақ халқының 3 бәйтерегі Сәкен Сейфуллин, Рият Шансу, Бейімбет Майлин. Және де бұл 3 найза қазақ хандығына қосқанда Абылай хан қазақ хандығына осы жылы 553 жыл болды. Жақсы. Бұл мектеп бірінші этажында, бірінші қабатында ақ залы және спорт залы және бірінші қабатында бассейн, асхана, ақ залы және де спорт залы болады. Бұл мектепте дарынды оқушылар мен және де мүмкіндіктері шектеулі балалар оқиды. Қоғамда қазіргі
балаларды дарынды балалармен бірге оқуда қарастырылған. Ал бұрынғы кезде оларды бөлек оқытылған. Ал біз болашақта осындай дарынды балалармен және де мүмкіндігі шектеулі балаларын бірге оқытқанын қалаймыз. Міне біздің арманымыздағы қиялымыздағы мектеп осындай. Енді болашақта біз осы мектепті көрсеткіміз келеді. Тамаша. Жақсы, ойларыңыз өте құнды. Жюрилерге қазір көрсетсеңіздер болады. Жақсы. Тағы да артынан бағалап жатамыз. Естелеріңіз болса, беріңіздер ме естелеріңізді үйден жазып келген? Менің қиялымдағы мектеп. Менің қиялымдағы мектеп болашақта өте әдемі болса екен деп санаймын. Менің қиялымдағы мектеп дәл біздің макетімізде әдемі аппақ пәктіктің белгісіндей болғанын қалаймын. Ол одан да макеттегідей 3 этажды болғанын қалаймын. Себебі 3 киелі саны. Және де біз осы мектеп арқылы біз болашақта дәл осындай мектепте мүмкіндігі шектеулі балалар мен дарынды балалар бірге оқығанын қалаймыз. Осы мектепте бізде айтып жатқандай мүмкіндігі шектеулі балалар мен біздің де оқығанымызға келеді. Бұл мектепте негізінен бағанағыдай айтқанымызда көне заманмен бірге қазіргі заманды бірге салыстыра отырып істедік. Біздің болашақтағы мектебіміздің іші өте аппақ және таза болған, пәктікті сезімі, яғни оқушылар осы сабақта отырғанда ешқандай ой бөлінбей сабақты жақсы айту керек. Біздің осы мектебімізде бүкіл кабинеттерінде интернет қосылып, бүкіл оқушылардан ноутбук